Bir күн бұрын әлеуметтік желіде Шымкент қаласы мәслихатының депутаттарына қатысы бар компаниялардың бюджеттен 50 миллиард теңге алғаны туралы ақпарат тарады. Желіде желді ескен ақпарат бойынша қалалық мәслихаттың хатшысына хабарласып, пікірін сұрадық. Ол жерде айтып отыр, депутаттар 50 миллиардқа жуық тендер бюджеттен қаржы алады дегендей. Мысалы, біріншіден заң Қазақстан Республикасында заң үстемділігі бар. Конституциялық құқықтар адамның ең жоғарыда тұрады. Біздің депутаттардың қоғамдық негізде жүретіндердің барлығы өзінің кәсібі бар. Ал әрқайсысын шақырып алып, мына Айгүл жазыпты, немесе Райгүл жазыпты, Орынбек жазыпты, басқа жазыпты деп, мен мысалы әрқайсысын шақырып алып, сен кімнен қанша алдың, не істеп жатсың, қыш шығарып жатсың ба, кефир шығарып жатсың ба? Жұрттарға кефирің ұнамай жатыр, ертеңнен бастап қыш шығарғын деп айта алмаймын. Ол менің функцияма кірмейді ол. Енді журналист деген атақ бар да, мысалы. Сол Теңге Про болсын. Мен алдымен Теңге Проға айтайық. Мысалы, Теңге Про жазып отыр, депутат дейді, ол жерге Н деген буква қойып кетіп жатыр. Кім екенін айтпайды. Сол депутаттар 50 миллиард алып жатыр деп. Ол не үшін үйтіп жазып жатыр? Егер сен халықтың жанашыры болсаң, егер сен шынайы болсаң, егер сен патриот болатын болсаң, елдің патриоты болатын болсаң, неге жазбайсың? Аты жөнін, түсін түстеп, нақты жазбайсың ба? Мына Мырқымбаев, Сихымбай, мынандай ұлы. Осы 20 миллиард алды, мынандай мақсатта. Мынау 10 миллиард алды. Петров, Василий Петрович. Нақты жаз. Сен не үшін, бұл не үшін жазып отыр оны? Бопсалау ма бұл, немесе интрига ма? Немесе бұл менің ойымда әртүрлі мәселелер келуі мүмкін, мысалы. Осын жазып қоям, ертең күні жаңағы действительно сонда Сихымбай немесе бір Мырқымбай болатын болса, келіп жолығып бірге шай ішіп кетсе, мәселені шешіп, онда жазбай қоям дегендей. Сонда ол халықты ойлап отыр ма? Өзін ойлап отыр ма? А егер сен шынымен халыққа жанашыр болатын болсаң, шынымен халыққа информацияны жеткізетін болсаң, соған көзің жетіп тұрса, өтің жарылып кетсе де, айт, мына депутат осындай неді, солының барлығын жымқырды деп. Ол бір жағы. Екінші жағы, сол Теңге Проға да, Айгүл Орынбекке де байланысты екеуіне. Біздегі депутаттарды әрқайсысын журналистикалық зерттеу жасау керек. Журналистикалық зерттеу жасада сен кішкене еңбек ет. Саусағың қимылдасын клавиатурада. Интернетке кір, кішкене көз майыңда ағыз, тұр, аяғыңмен жүр, ары бері сұрастыр. Қазір көп мәселе интернетте тұр, Егов порталы тұр, госзакуп, жаңа мемлекеттік сатып алу туралы сайт тұр. Сен анықтасай. 30 адам қиын емес қой. Қарада кім қатысты, кім неден алды, не ұтып алды. Ол бір. Екіншіден, бізде депутаттардың 4-еуі ғана бұрын депутат болған азаматтар. Қалған 26 депутат жаңадан келген депутат. Соның ішінде бізде 70%-дан астамы кәсіпкерлер. Сен журналист болсаң, зертте алдын тендер алып жүрген бе, жүрмеген бе? Ол ана еш жерде конституцияда, заңда жазылмаған. Сен депутат болған күннен бастап, тек қана жаңағы үгіт насихатпен, уағыз айтумен айналысу керексің. Қалған тірліктердің барлығын тоқтату керексің, кәсібіңді деген іште жазылмаған. Ол кәсібі, ол айлық алмаған екен мемлекеттен. Ол кәсібімен дөңгелетіп, ол әрбір депутат кәсіпкер болатын болса, осы елді жақсартам, елдің жағдайын күшейтем, әлеуметтік дамуға өз үлесімді қосам деп келген шығар. Ол енді сондықтан оның қоғамдық жұмысына өзінің жұмысын тоқтата алмайды. Сосын бізде бұл деген сөз осы мемлекеттік сатып алу процесінің жүруіне толыққанды күмән келтірем деген ойды білдірмекші, деген ойдамын. Қаласам мынаған берем,
депутат болған үшін қаласам мынаған берем, жиенім болған үшін қаласам мынаған берем, менің туысқаным болған үшін деген ой бар деген астында астарлы бір әңгіме жатыр да. Ондай болса дәлелдесін журналист ретінде. Міне мынаның туысқаны алды, мынау зам әкімнің жаңағы туған ағасы алды, мына депутаттың әжесі алды, мынаның шешесі алды деген дәлелдесін. Нақты жұмыс істесін, өсекпен емес, фактімен. Фактімен жұмыс істеп, айтсын, міне, осындай тендер өтті, оны осылай алды. Оны алғанмен заңды шығар, бірақ алғанмен тындырмады. Жол салған еді, 40 тесік болды, көпір салған еді, құлап қалды, мектеп салған еді, шатыр ұшып кетті деген. Зерттеу жасау керек қой, қарау керек қой. Бір қорытынды шығару үшін көпшілікке топырақ шашпай, нақты соның ішінде тап, ізден. Халықтың жанашыр болсан, халыққа шын әңгімеңді жеткіз, өсекті емес. Ол өсекті кез келген адам жібере береді, кез келген жаңа таксисті жақсылап сұрасаң, барлығын тура сол әңгімені жақсылап айтып береді. Үйтуге болмайды, әркім өзін құрметтеу керек, біреуді құрметтеу керек. Басқаларды кішкене кешіруге болады да. Мысалы, кешіріммен қарауға болады, түсіністікпен қарауға болады. Бірақ Айгүл Орынбек деген республикалық деңгейге белгілі азаматша, өзінің орны бар. Президент жанындағы кеңестің мүшесі. Енді бір салмақ болу керек қой. Мен олай ешқандай неде айтып отқан жоқпын. Мысалы, анау айтты екен деп жаза беруге болмайды ғой. Сонда Бахадыр Нарымбетов маған жауап берсін деген енді болмайды ол.